Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Жақында ғана болашақ бағдарламасының жаңа стипендиаттарының есімі белгілі болды. Дәл осы сәт тіл курстары мен профессионал курстарын таңдауға байланысты ең маңызды сәт деп түсінгендіктен, осы тақырыпқа байланысты азды-көпті кеңестермен бөліскім келеді. Алдымен тіл курстары мен профессионал курстарына байланысты анықтама бере кетейік. Ағылшын университеттеріндегі тіл курстары тек қана ағылшын тілін үйретпейді. Болашақ академиялық ортаға, академиялық оқуға қажетті болатын дағдыларға да баулиды. Мәселен, кітап оқу, әртүрлі плагиаттардан сақ болу, немесе қажетті болған ғылыми еңбектерді табу деген сияқты дағдыларға да үйретеді. Ал профессионал курстары көбінде белгілі бір салаға маманданады, яғни болашақ мамандығыңыз медицина саласы бойынша болса, медицина саласына қатысты бір кіріспе еңбектерді оқып бастайсыз. Менеджмент саласын таңдаған болсаңыз, осы салаға байланысты тиісінше еңбектермен танысып бастайсыз. Ең алдымен тіл курстары мен профессионал курстарын таңдаған кезде ескеретін дүние, тіл курстары көбінде 3 түрлі бағытқа негізделген. Яғни кейбір тіл курстары IELTS немесе TOEFL тесттерін дұрыс тапсыруға бағытталады. Яғни барлық оқу бағдарламасы осы тесттен жақсы нәтиже көрсетуге бағытталады. Екіншіден, көптеген университеттердің тіл курстары осы университетке қажетті болған тілге бейімдейді. Яғни осы университеттің ішкі ерекшеліктерін ескере отырып сізге ағылшын дәрістерін береді. Үшіншісі, бұл жалпы ағылшын тілін дамытуға қатысты. Көптеген университеттер өздерінің профессионал курстарын оқыған студенттеріне университетке түсуіне жеңілдіктер береді. Яғни белгілі бір қажетті IELTS немесе TOEFL сияқты тесттерді тапсырмастан, сол профессионал курсының қорытынды бір тестін тапсырумен сіз университетке қабылдануыңыз мүмкін. Тіл курстарының ерекшеліктері, олар көбінде тіл курстарынан кейін белгілі бір тесттер, сынақтар тапсыруыңызға тура келеді, немесе кейбір жағдайларда университеттер қосымша IELTS немесе басқа да тіл дәрежесін анықтайтын қосымша сертификаттар талап етеді. Қорыта келгенде екі дүние. Біріншіден, тіл курстарын таңдаған кезде оның негізгі ерекшеліктеріне мән беріңіз. Яғни, көбінде тіл курстары IELTS-қа бағытталған болады, немесе университеттің өзіндік бір талаптарына сәйкестендірілген болады, немесе жалпы ағылшын тілі болады. Екіншіден, профессионал курстары сіздің университетке қабылдану жолыңызды жеңілдетеді, бірақ профессионал курстарда ағылшын тілін емес, көбінде акцент сол болашақ оқитын мамандығыңызға қарай бағытталады. Алдағы уақытта да осындай кішігірім кеңестермен бөлісіп отырамын. Менің әлеуметтік желідегі парақшаларыма жазыла жүріңіз.